Ал енді құрметті әріптестер, екінші ТЖБ жұмысын әзірлеу тапсырмасына назар аударайық. Міне, ал кеттік. Жалпы құрметті әріптестер, жалпы бағалау кезінде біз критериалды бағалау деп көп айтып жатамыз. Жалпы критериалды бағалау бізге не үшін қажет? Бағалаудың не екенін жоғарғы видеода түсіндіріп өттім, салған. Одан кейін ссылкаларда, сілтемелерде көрсетілген. Бағалау дегеніміз не? Ол қалай жүзеге асады? Тапсырманың енді екі түріне тоқталайық. Жалпы бұл жердегі ең маңызды нәрсе, біз бағалау жұмыстарына тапсырмаларды таңдау кезінде біз тапсырмалардың оқу мақсатына сай екендігіне көз жеткізуіміз керек. Оқу мақсатының оқушының жас ерекшелігіне, білім-білік деңгейінің негізінде таңдалып алынғанына назар аударуымыз керек. Критериалды бағалауда пәннің оқу бағдарламасын, оқу мақсатын, бағалау критерийлерін, ойлау дағдыларының деңгейіне сәйкес тапсырмаларды, ол тапсырмалардан әр тапсырманың соңында берілетін дескрипторларды құрастырған кезде неге мән береміз? Біз жалпы өзіміз түсінген дүниені оқушыларға түсіндіре отырып, сол бойынша оқушыларының қаншалықты дәрежеде білім алғандығын тексеру мақсаты үшін біз осындай тапсырмаларды құрастырамыз. Тапсырманы мұғалім өзі құрастыру қажет. Тапсырманың дескрипторлары анық, нақты болу керек. Және де әр тапсырмаға алынған критерийлер оқу мақсатына негізделген болу керек. Енді мен сіздерге айтып өттім, бізде осы БЖБ және ТЖБ жұмыстарын қысқартып айта берейін. Бөлім және 90-дық жиынтық бағалау деп. Бөлім бойынша, ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау, ол қазіргі таңда қалай жүзеге асады? Оны құрастыру үшін біз алдымен оқу бағдарламасын негізге аламыз дедім. Одан кейін спецификацияны негізге аламыз. Пәндік спецификацияны біз ТЖБ құрастыру барысында қолданамыз. Енді көп созбайық, сондықтан 6:50-де бастағанбыз, 6:53, 10 минут беріледі. 10 минуттың ішінде сіздерге түсіндіріп өтуім керек. Мен қазақ әдебиеті пәнінен оқыту қазақ тілінде 10 сыныпқа жаратылыстану математикалық бағыты бойынша бірінші 90-дық жиынтық бағалау спецификациясын әзірледім. Кеттік. Ұзақтығы 40 минут. Түсіну және жауап беру дағдысы 10 минут, анализ интерпретация, бағалау және салыстыру 20 минут, барлығын қосқанда 40 минут. Кеттік ары қарай. Балл саны 30 балл деп көрсетілген. Тапсырмалар түрлері. Қандай тапсырмалар бар? Менде тапсырмалар түрлері мынандай. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, міне көгілдір түспен белгіленген. Көп таңдауы бар сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар бар. Кеттік. Енді жиынтық бағалаудың құрылымы. Мына тапсырмалар түрлеріне байланысты мен айта кетейін деп едім. Ашық және жабық тапсырма түрлері бар. Жабық тапсырма түрлері оқушының ойлауын көп қажет етпейтін тапсырма түрлері. Ол бір дұрыс жауапты таңдау, көп таңдау бар тапсырмаларды орындау, сәйкестендіруді орындау, ақиқат пен жалғанды орындау, одан кейін реттілікті анықтау. Міне осындай тапсырмалар ол жабық тапсырмалар түрлеріне жатады. Ал ашық тапсырма түрлері өзі аты атап тұрғандай, ашық тапсырма түрлері, яғни оқушылардың қандай да бір дағды бойынша өзінің білім деңгейін көрсету үшін ойлануын, Блум таксономиясы бойынша ойлау деңгейлерінің жоғарғы сатысына өту үшін қойылатын сұрақтар. Оған қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар жатады, толық жауапты қажет ететін сұрақтар жатады, және эссе және де басқа жазба жұмыстар жатады. Оны өздеріңіздің жаңағы
оқушының дағдысына орай және жас ерекшелігіне орай таңдалып алған тапсырмаларыңызды жұмыстарыңызға енгізсеңіздер болады. Мына жерде мен осындай тапсырмаларды енгіздім. Енді жиынтық бағалаудың құрылымы қандай? 90-тық жиынтық бағалаудың нұсқасы 4 компоненттен тұрады. Ол компонентті бәрін жазып шықтым. Ол оқылым, жазылым, айтылым компоненттері. Енді қараңыздар, бұл жерде бұна алынған тапсырмаңызға байланысты аласыз компоненттерді. 90-дық жиынтық бағалаудың сипаттамасы қандай? Мына жерде 1 мен 5. Бұл тапсырманың реті 1 мен 5. Қамтылған мақсаттар. Мына мақсаттар қайдан алынды? Мына мақсаттар оқу бағдарламасынан алынды. Әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану, көркем шығармалардан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану деген сияқты. Енді тапсырма түрлері, қандай тапсырма түрлеріне жатады? Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар деп аталады. Келесі, тапсырма сипаттамасы. Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар оқыған шығармалар негізінде берілген тапсырмаларды орындайды. Бұл тапсырманың сипаттамасы. Яғни оқушы қалай орындайды, соны жазамыз. Нақты анықтап жазсаңыздар тіптен жақсы болады. Енді орындау уақыты 10 минут деп көрсетілген. Біз 40 минуттан 10 минутты міне осы 1 мен 5-ші тапсырманы орындау барысында оқушыға береміз. Оқушының неге біз 10 минут алдық? Мысалы, жазба жұмысында спецификацияда көрсетілгендей жазба жұмысын орындау уақыты барлығын ескеріп, сол спецификация негізінде орындайсыз, жасайсыз. Бұл жерде берілетін балл саны 5 деп берілдік. Міне 5. Кеттік ары қарай. Енді 6 мен 8-ші тапсырманы жасау барысында біз неге назар аударамыз? Біз мына жердегі оқу мақсаттарын аламыз, қамтылған мақсаттарды жазамыз. Осы 3 мақсатты жаздық. Одан кейін толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Яғни бұл тапсырманың түрлері. Толық жауапты қажет ететін тапсырма түрі, ол бізде сендер білесіздер. Толық жауапты қажет ететін болса, онда ол ашық тапсырмаға жатады. Ашық тапсырмаға жатады. Келесі, енді тапсырманың сипаттамасы қандай болмақ? Оны нақты жазамыз. Міне. Көгілдір түспен белгілейік. Оқушылар оқыған шығармалар негізінде берілген сұрақтарға жауап береді. Қанша минуттың ішінде? 10 минуттың ішінде. Берілген балл саны 15 минут. Кеттік ары қарай. 9-шы тапсырма. 9-шы тапсырма қалай орындалады? 9-шы тапсырмаға мынандай мақсат қоямыз. Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтау, бағалау. Жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Бұл тапсырма түрлері берілген тақырыпқа сай, міне көріп тұрсыздар. Көгілдірмен белгілеп қойайын. Берілген тақырыпқа өз көзқарасын дәлелдеп жазба жұмысын жазады. Оған 20 минут береміз. Оған қойылатын балл 10 балл. Сонда 40 минут барлығына кетеді. Кеттік. Тапсырмаларға тоқталайық. Тапсырмаларға тоқталар кезде біз неге мән береміз? Бірінші тапсырма. Абайдың мына шығармалары қандай жанрда жазылған? Шығарманың жанрлық табиғатын өз сөзіңмен суреттеп жаз. Бұл берілгені, міне берілгені. Кеттік ары қарай. Сабырсыз арыз еріншек Ескендір поэмасы. Енді шығарманың жанрлық табиғатын өз сөзімен суреттеп жаз. Жанрда не жазылған дейді? Міне бос орын қалдырамыз, осы жерде 2 өлеңді суреттеп, 1 өлең, 1 поэманы суреттеп, жанрлық жағынан ерекшелігін жазады. Шығарманың жанрлық табиғатын өз сөзімен суретте дейді. Қандай жанрда жазылған? Соны табады. Ал бізде бұл тапсырма мына мақсатқа негізделген. Жанрлық табиғатын тану. Мына мақсатқа негізделген. Жанрлық табиғатын тану. Көрдіңіздер ме? Міне мына мақсатқа негізделген. Мына тапсырма. Мына бірінші тапсырма. Келесі кеттік. Оны мына жерге жазады өз ойын оқушы. Оған міне 5 балл мынау. Мына 5 балл көрсетілген сол балы. Кеттік. Екінші тапсырмаға тоқталайық.